Әлем жаңалықтарына тоқталып өтсек. Швейцарияның Лозанна қаласында Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздер аяқталуға жақын. Оған Франция, Германия, Ресей, Қытай, Ұлыбритания және ақш елдерінің сыртқы істер министрлері қатысуда. Ал Канада әуе жолдарының Airbus A320 жолаушылар лайнері Галифакс әуежайында төтенше жағдайда жерге қонып, салдарынан 25 адам жарақат алды. Толығырақ шетел топтамасында. Швейцарияның Лозанна қаласында Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздер аяқталуға жақын. Оған Франция, Германия, Ресей, Қытай, Ұлыбритания және ақш елдерінің сыртқы істер министрлері қатысуда. Еуропалық одақтың сыртқы істер бойынша төрағасы Федерика Могерини келіссөздердің қызу үстінде талқыланып жатқаны және бірнеше күнге созылуы мүмкін деді. Ал Израиль билігінің пікірінше, Тегеранға қарсы санкция күші жойылса, Иран таяу шығысты жаулап алуы мүмкін. Исламшыл содырлар сириялық Идлиб қаласын жаулап алды. Бұл туралы мемлекеттің құқық қорғау бойынша бақылау комиссиясы мәлімдеген. Экстремистік топтар мен әскери күштер арасында қақтығыс 4 күнге жалғасты. Содырлар Сирияның бұрынғы президенті Хафез Асадтың ескерткішін бұзып, қаланың мәдени мұраларын қиратқан. Айта кетсек, Идлиб исламшылдар үшін Ракка қаласынан кейін екінші әкімшілік орталық болып табылады. Сондай-ақ қаланың ортасында қазіргі мемлекет президенті Башар Асадтың Латаки атты провинциясы орналасқан. Ал Альпі тауларында апатқа ұшыраған Airbus құрбандарының 80-ге жуық мәйіті анықталды. Бұл туралы Францияның бас прокуроры Марсель Брис Робен хабарлаған. Қазір мамандар оқиға болған орында екінші қара жәшікке іздеу жүргізуде. Ал Канада әуе жолдарының Airbus A320 жолаушылар лайнері Галифакс әуежайында төтенше жағдайда жерге қонып, салдарынан 25 адам жарақат алды. Ұшақ бортында барлығы 138 жолаушы болған екен. Федералды агенттігінің мәлімдеуінше, апат кезінде әуежайда электр жарығы сөніп қалған. Оқиғаның нақты себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Апаттың нақты себептері белгісіз. Алдын ала зерттеу бойынша ұшақ қарлы боран әсерінен төтенше жағдайда жерге қонды. Францияда аймақтық сайлау науқаны барысында Николя Саркозидің ұлттық одақ партиясы жеңіске жетті. Бұрын консерваторлар 41 департаментке бақылау жүргізсе, қазір 60-тан аса орынға ие болып отыр. Ал екінші орынға Франсуа Олландтың социалистік партиясы іліккен. Айта кететін жайт, жергілікті сайлауға Париж және Лион қала тұрғындары қатысқан жоқ. Зарина Файзуллина, Азамат Жанқатов, Қазақ Ньюс.